بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті шәкірттер, құрметті көрермен. Бүгінгі дәрісіміз сол мақсұт тәуі бойынша жалғасады. Өткен дәрісте кіріспені оқығанбыз және кіріспеден кейін баптармен танысқанбыз. Яғни баптардың бөлінуіне қарадық, яғни етістіктің 3 әріпті, 4 әріпті, 5 әріпті, 6 әріпті болуынан қарадық та, және де белгілі бір мәселені қозғадық, шешімін кейін айтамыз дедік. Yani cevabın üzeriniz bilsenizdер айтыңыздар, білмесеңіздер ондай Құдай қаласа жоғары тақырда көресіздер. Оның жауабын біле жатармыз. Енді бізде келесі бүгінгі сабағымыз фаслун. Фасл дегеніміз не? Фасл. Фасл дегеніміз не? Екі арасын ажыратушы, бөлуші. Яғни фасл қашан келеді? Егерде екі түрлі тақырып қозғалса. Яғни фасл сөзіне дейінгі тақырып, фаслдан кейінгі тақырыптан не? Өзгеше, бөлек. Немесе керісінше айтсақ болады. Фаслдан кейінге келетін тақырып фаслға дейінгі болған тақырыптан өзгеше. Фасл не туралы? Тақырып не туралы? Фи вужухиллати штаддат лил-хаджату иля ихраджиха минал мастар. Яғни фил вужух. Яғни бұл тарау сондай бір сөздер жайлы дейді. Вужух дегенде біз сөздер деп айтсақ болады. Жақсы? Вужух дегеніміз не? Сөздер. Иә. Өйткені вожух дегеніміз негізгі мағынасы не? Бет қой. Бет, жүз. Біз далада ненің бетімен жүріп баратамыз? Жердің бетімен. Жол ғой ол. Сол үшін де жол дейді да. Вужух деген жолдар. Ал енді сөздер мағынаның несі? Беті дейді да. Яғни мысалы сізде мағына бар. Қандай мағына бар? Мысалы көмек деген мағына бар. Енді оның бетін қалай көресің сен? Насара деген сөзде көресің да. Қалай теңеген. Сонда вужух деген біз немен деп тұрмыз? Калиматты мен деп тұрмыз. Яғни қандай сөздер? Оларды мастардан қатты шығару, мастардан шығару қатты қажет. Оларды не істеу керек? Мастардан шығару қатты қажет. Сондай сөздер жайлы. Демек бұл тарау қандай сөздер жайлы? Мастардан шығатын сөздер жайлы. Мастардан туындайтын сөздер жайлы. Бұндай сөздерді біз не дейміз? Мұштақ дейміз. Осы жерде танымал мәселе бар. Наху ілімінде, сарф ілімінде. Сөздің түбірі не? Сөздің түбірі не? Яғни сөз, әсіресе етістік. Ол етістік біреуден туындаған ба? Әлде етістіктен басқа сөздер туындаған ба? Осы мәселеде екі үлкен мазхаб бар. Біз білетін қай мазхаб? Куфа және Басра наху ілімінде. Сонда куфалықтардың пікірінше барлық сөздер фиилдан шығады дейді. Барлық сөздер неден шығады? Фиилдан шығады. Ал басралықтардың пікірінше барлық сөздер мастардан шығады дейді. Жақсы? Яғни бұл екі мазхабты жаттау үшін сізге мынандай бір жол бар. Басра, масдар деген екі сөздің арасын не білдіреді? Не байланыстырады? Р әріпі. Масдар, басра. Демек, осы пікір. Куфа, фиил. Не байланыстырады? Екеуі? Ф әріпі. Демек, куфа, фиил деген. Түсінікті ба? Окей. Енді екі мазхабтың жалпы сонда бір кітап бар, Әл-Инсаф деген. Сол Инсаф кітабында басралықтармен және де кімдердің арасында? Куфалықтардың арасында бар мәселелері жинақтаған екен. Басралықтар мен куфалықтар арасында болған ихтилафты. Сол ихтилафтардың бірі осы мәселе. Яғни оларда өте көп ихтилафтар бар. Енді әр тарап өзінің дәлелдерін келтірген. Әр тарап не істеген? Өздерінің дәлелдерін келтірген. Мысалы, басралықтар алайық. Басралық не дейді? Мастардан шыққан деп айтады. Неге? Өйткені мастар дегеніміз не өзі? Ол әрекеттің аты емес па? Яғни мастар дегеніміз былай болайық. Индал басриин аслул калима деген. Аслул калима. Индал басриин ва маза? Мастар. Неге? Өйткені мастар хуа ал-хадас. Мастар деген ол не? Хуа ал-хадас.
والفعل هو الحدث بقى، هو الحدث مع أي شيء، مع الزمان. بالنسبة ديميك مع زمان والفاعل غيش يعني فعل فاعل بو مصاب ما يدغى قيسندك مفهوم معنى كوب ماستر ده ما اللي فعل لما فعل كوب ماستر ده حدث قنابر ديميك заттар бірінші көптен бастала ма әлде аздан бастала ма? Аздан бастала. Уже мастар асыл дейді. Жақсы? Бұл бір дәлел. Екінші бір дәлел, мастар ол исм ба фи'л ма? Исм. Исм фи'лға мұқтаж ба? Мұқтаж емес. Екі исммен сөйлем құруға бола ма? Ал фи'л исмға мұқтаж ба? Мұқтаж. Фи'л исмсіз фи'л болмайды. Демек, кім мықты? Исм мықты. Жақсы? Сондықтан да исм не болады? Асыл болады. Неге мастарды мастар деп атады? Өйткені содара минхул фи'л. Содара дегенде шықты одан. Сол үшін оны мастар деп атады. Мінеки бұл кішігірім басырақтардың несі? Дәлелдері. Енді куфалықтардың дәлелдерін көрейік. Индал куфиин не ол? Әл-фи'л. Неге фи'л? Өйткені қара. Насара янсуру насран деген кезде. Наср бұл нешінші келіп тұр? Үшінші келіп тұр, және ол келіп тұрған еуропа қандай? Мафул мутлақ. Мафул мутлақ, яғни мастар мафул мутлақтың негізгі мақсаты не? Етістікті не істеу? Тәкид жасау. Демек, кім мықты? Муаккид ба әлде муаккад ба? Яғни күшейту мықты ма? Күшейтуші мықты ма әлде күшейтілген мықты ма негізі? Күшейтілген мықты, өйткені ол негіз ғой. То есть мықты емес, қайсы негіз? Күшейтуші негіз ба әлде күшейтілген негіз ба? Иә, мысалы сен адамсың, сен плюс өзіңе қосымша мысалы қорғандарды аласың да, күшейту үшін. Бірақ негізі бұл қорғандар ма әлде сенсің ба? Сенсің ғой негіз. Дәл солай. Не нәрсені күшейтесің, сол зат не болып саналады? Негіз болып саналады. Сол үшін де фи'л не? Негіз. Түсінікті? Бұл бір дәлел. Екінші дәлел, мастардың и'лалі бар ғой, и'лал дегенімізде мастардың өзгеруі, яғни мастардағы ауру әріптердің түсіп қалуы, немесе түспеуі, немесе нәрсеге ауысуы фи'лға қарайды. Қалай десек, мысалы уаада яиду, не түсіп қалды? Уау түсіп қалды. Сол үшін оның мастары идатан. Сол үшін оның мастары не? Идатан. Неге? Өйткені мудориғада да уау түсті ма? Демек, неге түседі? Мастары түседі. Жақсы? Уафиқа ефиқу фиқатан. Фиқатан. Висқатан емес қой. Өйткені мудориғада түскеннен кейін мастары түседі. Демек, мастар не болып тұр? Фиғылға қарап қалады да, қай жерде түседі, қай жерде түспейді. Тәуелді. Мастарды, неге мастар деп айттыңдар десе, жаңағы куфалықтар не еді? Басырақтар не еді? Мастар өйткені одан шыққан деп айтты ғой. Яғни барлық нәрсе одан шығады. Басырақтардың пікірі бойынша. Бірақ куфалықтардың айтуынша мастарды мастар деп атаған себебі өйткені ол бимағна мастур дейді. Мастур деген не? Шыққан. Кімнен шыққан? Мастур анил фи'л дейді. Яғни кері ответ беріп отыр. Түсіндіңдер ма? Куфа мен Басра. Кім мықты? Куфа мен Басра ма? Неге Басра мықты? Сіздің ойынша ма ол? Таза, или сіз белгілі бір дәлелге сеніп отырсыз ба? Қандай дәлел? Демек сіз білмейсіз, демек сізге тақлид. Жақсы, бір дәлел ғой енді, мысалы, анау тәкикке дейсің сен. Қалай болғанда да жігіттер, мынау мықты болсын, не өзгерді? То есть, бұдан осы ихтилафтан туындайтын бір не бар ма? Салдар бар ма? Яғни сенің иғробын өзгеріп кете ма? Сенің мағына бір етістікке мағына беруі, мастарға бір сөйлемге деген көз қарасын, жалпы өмірге деген көз қарасы өзгеріп кете ма? Өзгермейді. Мен бір рет сол Иорданияда оқыған кезде ұстазымнан сұрадым да,
нахудан берген ұстазыма не университетте. Ұстаз, осы нахудағы басырақтар мен куфалықтардың пікірі бар ғой, сөздің асылы не деген, сіз қай өз ойды санасыз деген кезде ол айтты, бауырым, бұл арты салдары бар мәселе емес дейді. Мысалы сіз мына жерде мысалы фиқхи бір мәселе келген кезде сізде конкретный позиция болу керек та. Сен не ханафисің не шафиғисің деген секілді ғой. Өйткені ол кәдімгі сенің амалына әсер етеді да. Яғни мысалы сен әйелдің несін ұстаған кезде дәретіне бұзыла ма бұзылмай ма деген кезде осы жерде нақты позиция болу керек. Не бұзылады не бұзылмайды. Әрине оның харамдылығы бөлек мәселе, бөтен әйелді ұстау. Бірақ жалпы дәрет бұзылмау мәселесі ойыма келген нәрсе, өйткені осы фиқта өтіп жатқан кезде. Осы жерде сен нақты позиция ұстамасаң, сенің амалдарына әсер етеді да ол. Ал ана жерде сен фиғлді ұстандың, не мастарды ұстандың, не нәрсеге әсер етеді? Әсер етпейді дейді маған. Сонда бұл мәселе не бірінші пайда болды? Тауық па жұмыртқа ма деген мәселеге ұқсайды дейді. Допустим, тауық бірінші пайда болды. Не болды одан? Допустим, жұмыртқа пайда болды. Вечный спор да ол. То есть тауықтан пайда болды, тауық бірінші пайда болды десе, онда жұмыртқа қайдан шықты деген сөз. Тауық қайдан шықты деген сөз. Жұмыртқа пайда болды десе, жұмыртқа қайдан шықты деген сөз. Көрдің ба? Айнала береді ол. Демек бір неге сен келе алмайсың нақты шешімге. Сондықтан да кейбір мәселелерде біз жалпы өмірде де осындай бір өмірдің бір сабағы ғой. Кейде сен бір дауласып жатқан мәселен жай бос әңгіме болуы мүмкін. Осы нәрсені анықтау керек. Яғни екеуміз бір мәселе келіспей қалдық. Артындағы салдары бар ма, айырмашылық бар ма? Бұдан не туындайды? Не өзгереді? Егер ешнәрсе өзгермейтін болса, онда екі жолмен жүре беріңдер, бірақ бәрібір бір жолға тоғысасыңдар. Түсінесіңдер ма? Ал егер де шынымен де екеуі екі түрлі нәрсеге әсер ететін болса, ол жерден ақиқатты анықтау керек. Бірақ екеуінде не болу керексіңдер? Ақиқатты қабылдаймын деген ниетте болу керексіңдер. Егер ондай ниет болмаса, онда бұндай даудың да артында ешқандай пайда жоқ. Түсінікті ма? Осылайша басырақтар мен куфалықтардың арасында бірнеше мәселелер бар, пайдасыз. Яғни пайдасыз дегеніміз, пайдалы ғой, пайдалы. Қай жағынан пайдалы жігіттер? Ойлау қабілеті жақсартуда. Яғни дәлел келтіруді, мысалы бұлар мықты дәлел келтірді, бұлар мықты дәлел келтірді, қалай дәлелдерге жауап беруді, сенің ойлау қабілетіңді жақсартады. Сол жағынан оны үйрену жақсы. Бірақ оны мысалы мен куфалықпын, сен басырақсың деген секілді нәрсеге апармау керек. Ол ешқандай не жоқ қой да. Бір сал жеміс бермейді. Яғни самаратул хилаф дейді ғой. Яғни бір хилафтың несі жемісі. Хилафтың жемісі самарасы болмаса, онда ол жай ғана хилаф лафзи немесе хилаф лафзи емес, жалпы бір не пайдасыз хилаф болып қалады. Түсінікті? Осы нәрсе. Бірақ соған қарамастан біз бұларды не істейміз? Айтамыз шәкірттерге, шәкірттер біліп жүрсін, үйреніп жүрсін. Өйткені бұның барлық ғалымдар не істеген? Талдаған. Олай болса ары қарай фаслун айттық, уахия ситта дейді. Яғни қандай сөздер мастардан шығады? Енді осы жерде қараңдар, автор кімнің мазхабынан тұр? Бұл басырақтардың мазхабынан тұр. Өйткені басырақтардың мазхабы бойынша мастар ғой. Демек ол басырақтардың мазхабын не істеді? Ұстанды. Ол хур. Яғни не өзі біледі. Түсінікті ба? Басырақтар мазхабын ұстанса да, яғни ешнәрсе етпейді. Өйткені біз кейбір кітаптар оқимыз, куфалықтар мазхабымен. Фиғлдан шыққан деп айтамыз. Жарайды. وهي ستة الماضي والمضارع إن شاء الله құдай қаласа тасриф العز кітабында оқитын болсақ, алла нәсіп етсе, сол кезде медреселерді баяндап беремін иншалла. Мына куфалықтардың ғалымдары кімдер, басырақтардың ғалымдары кімдер, жалпы аталары кімдер, қайдан қалай тарайды деген секілді. Өте қызық. Бұл олардың тарихын да білу қызық ше. Қалай ол жалпы куфалық мадраса деген қалай пайда болды, басырық мадраса қалай пайда болды. Және де кей кезде куфалықтардың да басырықтардың да мазхабын ұстанбайтын өзі жеке дара пікір ұстанатын ғалымдар бар да. Өздерінің жеке ойлары бар. Мысалы бізде Абу Ханифа мазхабында Абу Ханифаның пікірі Ханафи, Абу Ханифаның пікірі немесе Мұхаммад Юсуф кейде зуфар шығады ғой өзімен бөлек болып. Яғни ешбір мазхаб айтпаған пікір ұстанып қалады кейде. Сол секілді да. Енді осы жерде мастардан туындайтын сөздер алтау дейді. Мады, мудори, әмір, нахи, исму фаил, исму мафул. Бірақ негізі айтқаны толық емес. Өйткені бұлар ғана муштақ емес қой. Бұлардан басқа да шығатын сөздер бар ғой. Мысалы қандай? Исму заман, исму макан, исму аля, исму тавдил, исму фаил мубалаға, исму тазғир. Бұлардың да барлығы не? Муштақаттар. Өйткені олар жіктеледі, оларда неден? Бір жерден шығып.
Сондықтан да мынамен не істемейміз біз? Шектемейміз. Енді қызығы ары қарай фаамал мастар, бүгін мастарлар таңдаймыз. Фала яхлу мин ан якуна мимиян ау гайру мими. Яғни мастар не мимді мастар болады, не мимсіз мастар болады. Егер де мастар мимсіз болса, мастар қандай? Мимсіз болса, онда ол самаи дейді. Самаи дегеніміз не? وَنَعْنِ بِالسَّمَاعِ أَنَّهُ يُحْفَظُ كُلُّ مَصْدَرٍ عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ деген осыны жаттап аламыз. Самаи дегеніміз не? Арабтардан қалай келді, солай сақталды, және басқаны оған салыстырмайсың. Мысалы, насара янсуру насран деген мастар, демек дахала ядхулу дахран деген мастар шарт емес. Өйткені дахала ядхулудікі духулы мастары. Самаи деген сол. Лианнаху ла қияса ли мастари суласи. Бірақ бұл қандай мастарлар? Суласи мужаррат мастарларында ғана бұл ереже. Ал енді мастар гойру суласи болса қияси. Яғни суласиден басқа мастарлар, олардың көбісі қияси, барлығы емес. Өйткені кейде гойру суласи болса да, яғни рубаи, хумаси, судаси болса да, кейбір мастарлар самаи болып келеді. Кейбір мастар не болып келеді? Самаи болып келеді. Мысалы, қатала юқатилу муқатала. Бірақ кейде оның мастары қитал, немесе қитал. Бұл самаи. Жақсы? Немесе дахража деген мастар қияси. Жихрач самаи. Тамам? Демек, ол не бар? Оларда самаи мастарлар болып қалуы мүмкін. Мысалы, фарраха юфарриху тафрих, немесе тафриха. Ол да самаи болып қалуы мүмкін. Тамам? Ары қарай. Егер де мастар мимдік болса дейді. Мастар мимдік болса, онда ол жерде не істеу керек? Мудориғаның айнына қарау керек. Сол үшін тақтаға қарай. Бізде мысалы насара ян суру. Біз тек қана мудориғаның айн әріпіне қараймыз. Өйткені мады бізге қатты маңызды емес. Именно мастар мимиді анықтау жолында. Бұл бір, екі, дораба, ядрибу. Қазір баптардың бәрін жаза алайық. لكن فتح يفتح ولكن علم يعلم حسن يحسن يعني ده حسب يحسب ماستر ميمي جزامس ماستر ميمي كده فإن كان مضموما أو مفتوحا فالماستر ميمي والزمان ومكان مفعل خلاص نجي نجيب ماستر ميمي نجي اسم زمان والمكان عين әріпі не болса дейді доммалы болса онда оның несі қалай болады маф'ал болады яғни мансар мансар мына жерде фатхалы мафтахун мына жерде мансару дейміз мына жерде мафтахун дейміз өйткені бірдей ғой фатхалы ма демек ма'ламун ма'ламун мына жерде бола ма дұрыс па محسنون تمام بفتح الميم والعين وسكون الفاجد إلا ما شذ نجد برواية ممكن مثلا مسجد деген сөз саджада ясджудудан шыққан онда оның кім масжид болу керек қой бірақ біз бәріміз дейміз масжид немесе ғараба яғрубу мағриб болу керек еді негізі бірақ мағриб дейміз сол секілді сақата ясқуту масқит деген секілді тола ятлу матла болу керек бірақ олар не деп келген матла мағриб масжид машриқ мәжзир мәнбит мәнсик мәскин мафриқ масқид махшер мәжме осы сөздердің барлығында айны не доммалы не фатхалы демек оның несі заман маканы не болу керек маф'ал формасында болу керек еді ғой бірақ арабтар не деп жүр касрамен оқып жүр бұны біз не дейміз шаз дейміз шаз дегеніміз не ережеден шыққан ережеден не істеген шыққан өйткені арабтар айтқан енді егер десе ережеге бағынып айтатын болсаң
masjid desin. Masjid desin. Sen qatelесесің ба? Жоқ. Қателеспейсің. Жақсы, өйткені сен ережеге сай айттың. Болады. Иә? Бірақ абзалы арабтар айтқандай айту. Дәлел керек па саған? Пожалуйста, Қадыр сүресін оқы. Саламун хия хатта матла'ил фajr. Иә, арабтар матля деп айтады. Мына сен матля деп келді. Иә, көрдің ме? Демек, ережеге сай айтуға болады. Ал Құранда самаи келген ба? Келген. Иә? Каф сүресінде инда матли аш-шамс. Матли деп келген. Демек, екеуін де қолданған. Матля және матли. Көрдіңдер ме? Демек, бұл жерде ишарат бар да, екеуінде де қолдануға болады. Уин кан ал-қиясу ал-фатх. Яғни ереже фатх болса да бәрібір не келген? Касрамен келген еді. Енді келесі. Уин кан мақсур ал-айн. Егер де айн мудориғасының айны, айн әріпі касралы болса, онда мастер мими маф'ал. Мастер мими не болады? Маф'ал. Міне. Мастер мими неміз мадраб қыламыз. Дұрыс па? Тағы да біз екеу ғана ғой. Не қыламыз? Махсар. Окей? Бірақ мастер мими маф'ал болса, заман макан маф'ил болады. Заман макан не болады? Маф'ил. Мына жерде не қыламыз? Мадраб қыламыз. Осы? Мына жерде сеп қыламыз. Осыны жаттап алсыңдар. Оңай. То есть заман маканда ғана не бар? Айырмашылық. Арнайы қызмен баяп қойдым да. То есть мына жерде барлығында фатхалы болады мастар мимиді. Демек, сөйлесиді мужарраттың кез келген мастар мими фатхалы. Шаздан басқа шауаздарды жаттап аласыздар. Ал мынау макан болса, айн әрібі касралы болса ғана өзгереді. Дарабайдыр мадриб. Демек, мадраб ол не болады? Мастар мими. Мадриб ол тағанда етістігі бар, касрамен келген. Сахих болғыр. Бұл жерде шарт сахих. Жоқ, сахих болғыр. Касара яксиру. Касара яксиру. Мастар мими максар. Заман макан максир. Джаласа яджлису. Демек, мастар мими мәжлис, заман макан мәжлис. Соғышында бізде мәжлис деген шыққан. Бұна мәжлис. Түсінікті? Бірақ мына жер айтады. Иллал марджи уал масир дейді. Марджак пен масир, оларды мастар мими қалай болу керек еді негізі? Марджа. Өйткені раджа'a ярджи'у ғой. Мастар мими марджа болу керек. Сара ясиру масар болу керек еді. Иә? Бірақ файнаху мастаран уақад жаа би каср айн. Демек бұл не? Бұл да шаз. Яғни олар екеуі мастар мими, заман макан емес. Бірақ фатхамен келу керек еді, бірақ касрамен келді. Өйткені олар шаз. Яғни самаи. والزمان ما كان منهم مفعول بكسر العين وفتح الميم وسكون الفاء. هذا في الفعل الصحيح. جبتر بو قنداي يجي صحيح يتسكتي بو يرجع بلس قنداي يجي اجوفته. ديمك برنتي بابتا اجوف قنداي بزي قال يقول. يا قال يقول بوسا مقال. تسمع؟ باع يبيع مباع مبيع. جالسه؟ فتح يفتح ده برا بزي جوك. برا فتح يفتح ده جوق علم يعلم ده شيء مثلا خاف يخاف ايش نجاوبه خاف يخاف قيس بابتا ايش فا وندا عين من لا معرفني تا ما عرفني نمس كون خاف يخاف عين عرفني وغير كده ايش نجاوبته حال بقول خمسة يفتح وده شيء كله دميك قيبب خوف يخوف وي توصل خاف يخاف كده يا والتقنية زي أمثلة ده خاف يخاف دميك مخاف تمام وصلي مضاعف تيمس مثلا رد يرد مرد فر يفر مفر عض يعض معض تمام جني دي محموس ده مثلا أكل يأكل مأكل يا نعم سأل يسأل مسأل يا مثل قرأ يقرأ
Maqraun, maqraun. Tamam? Осындай не істейміз? Осылай айтамыз. Енді неге келеміз? Нақисқа келеміз. Нақис деген қандай? Соңғы әріпі ауру, вау немесе я. Олардың мастер мими заман макандардың барлығы маф'ал формасында болады. Қандай формада? Маф'ал. Да'a yad'u mad'an mad'an. Жасы mad'an. Яғни қалай жазамыз? Mad'an. Алиф мансураны бүйтіп қойып қоямыз. Жасы мар ман. Ана жерде бір ереже бар өзі. Егер де мына соңғы әріп ваудан ауысқан болса, онда алиф қойып қоямыз. Білдіру үшін. Ваудан ауысқан. Ал ядан ауысқан болса, мынандай мақсур күйінде жазамыз. Яғни ваудан ауысқан болса, мамдуды күйінде жазамыз. Егер неден ауысса, мақсур күйінде жазамыз. Марман, рама яғни марман. Хашия яхша. Қалай ол? Махша. Жақсы? Тағы да родия ярдо мардон. Я? Мысалы, рахуа ярху мархан. Мархан. Сұрақ бар ма? Түсікті ма? Жігіттер? Барлық баптар ибн Жамил абуаб дейді. Уафи му'талил фа деген бізде қандай жігіттер? Мисал ғой. Я, мысалы, бірінші бапта мисал бар ма? Жоқ. Бірінші бапта мисал бар ма бізде? Жоқ, бізде екінші баптан басталады мисал. Ваада яиду. Демек, мисалдың барлық заман мен макана мастер мими не болады? Маф'ил формасында болады. Ваада яиду мауид. Мауид. Жақсы? Мауидун мауидун. Вахаба яхабу маухиб. Маухибун маухибун. Васума яусуму маусим. Маусим. Екеуінде не болады? Маф'ил формасында болады. Ваджуха яужуху маужих. Маужих болады. Тамам? Келесі лафиф мақрун. Лафиф мақрун дегеніміз қандай? Соңында екі ауру әріпі бар. Я ол болса нақисқа ұқсайды дейді. Нақис секілді. Мысалы, лафиф мақрунға мысал келтіріңдер. Рауа яруи. Рауия яруа десек. Рауия яруа марван марван. Рауа яруи марван марван. Тағы қандай бар? Тауа ятуи матван матван. Қауия яқуа мақван мақван. Яғни барлығы маф'ал формасында болады. Ал егер лафиф мафруқ болса, яғни бірінші әріпі ауру, және соңғы әріпі ауру болса, онда не дейміз? Маф'ил формасында болады. Мысалы, вақа яқи мауқин. Қалай жазамыз? Яғни қалады соңғы әріпі. Валия яли. Валия яли маулин. Маулин болады. Маулин емес, маулин болса маф'ал болып кетеді ғой. Біз маф'ил. Маулин. Тағы да айтыңдар. Вафа яфи. Вафа яфи. Мауфин. Ваддау. Ваха, мысалы, ваха яуха болса, онда маухин болады. Маухин. Бірақ ода етсік бар ма екен? Қара көру. Өйткені ауха деп келеді. Сонымен кеттік ара жігіттер. Демек, бұл сүләси мужараттың нелері жігіттер? Ережелері. Жаттап аламыз қалай? Қараңдар. Сахих, аджваф, мудааф, махмуз болса, онда мына ережеге бағынады. Қалай? Айн әріпі фатхалы болса, барлығында маф'ал болады. Бірақ заман маканда ғана айн әріпі касралы болса, маф'ил формасында болады. Одан кейін бізде не кетеді? Аджваф. Аджваф неге қарайды? Осы ережеге қарайды. Мудааф осы ережеге қарайды. Махмуз осы ережеге қарайды. Нақис болса, нақистың барлығы маф'ал формасында. Мисал бар маф'ил формасында. Лафиф мақрун нақис секілді, лафиф мафруқ мисал секілді. Осы бітеді. Енді не қалды бізде? Сүләси мазидтер. Сүләси мазидтерді табу оңай. وإن كان الفعل زائدا على الثلاثي فالمصدر ميمي والزمان والمكان واسم المفعول من كل باب يكون على وزن مضارع مجهول ذلك الباب إلا أنك تبدل حرف المضارعة بميم المضمومة. يعني егер де етістік үш әріптен көп болса, 4 әріпті, 5 әріпті, 6 әріпті дедік қой максимум. Онда сен ол етістікті бірінші мудориған мачхулына сал. Мысалы, акрама юкриму, мачхулы юкраму. Сосын яның орнына мим қой. Сонда мукраму болады. Саррафа юсаррифу, мачхул қыл. Юсаррафу, яның орнына мим қой. Мусаррафун. Бұл мусарраф, мукрам деген сөздер
Бұл сіздің исм заманы, бұл исм маканы, бұл мастар мимие және де исм мафулы. Төрт мағына береді. Демек, истахраджа ястахриджу мачкулы, юстахраджу мачкулы юстахраджу, яғни орда мим ғой, мустахраж. Бұл мустахраж деген мастар мими, заман, макан және исм мафул. Сенде төрт ихтимал бар болды да сонда. Оған неге қарайсың? Сөйлемге қарайсың. Дахраджа юдахриджу мачкул ғой. Юдахраджу мим ғой, мудахрадж. Тағы қандай нелер бар? Яшаушаба яшаушибу мачкулы, юшаушабу мим ғой, юшаушабун. Ихмарра яхмарру мим ғой, мачкулы ғой, юхмарру мим ғой, мухмаррун. Мухмаррун бұл сіз заман, бұл макан, бұл мастар мими, бұл исм мафул. Уасмул фаили минху бикасрил айн. Енді осы жаңағы исм фаил жасау үшін сен маълумды қалдыр, жетістікті маълумын қалдыр да, оның орнына мим ғой, соңғы әріпін касрала. Мысалы, такаллама ятакалламу, маълум ятакалламу, мим ғой, мутакаллам болды, соңғы предпоследний әріпін касралайсың, не болады? Мутакаллим. Предпоследний әріп егер де алиф болмаса, онда оны касралайсың. Тамам? Мысалы, ихмарра яхмарру мим ғой, мухмаррун. Ол жерде соң предпоследний әріп қандай әріп? Ро ғой. Бірақ роды шаддалы болғаннан кейін алиф тұр. Алиф тұр, онына сен есе алмайсың, касра қоя алмайсың. Сосын мухмаррун қала береді. Оны кейін тағы өтеміз иншалла. Акрама юкриму мукрим. Саррафа юсарифу мусарриф. Қатил юқатилу муқатил. Болды. Осы исм фаилдары. Жақсы? Енді сіздерге үй жұмысына Құраннан маған 5 самаи мастар тауып келдіңдер. 5 самаи мастар. 5 не исм заман, не исм макан. Немесе сіздің ойынша не? Әйтеуір заман макан 5 болу керек. Жақсы? 5 исм фаил. 5 не дедім мен? 5 самаи мастар. 5 заман макан. Және де 5 исм фаил. Исм фаил суласи мазид. Шарт қандай? Суласи мужаррад емес, суласи мазид фиксін исм фаилі. Және де 5 исм мафул суласи мазид. Жақсы? Суласи мужаррад емес. Қайталаймыз. 5 мастар самаи суласи мужаррадтан. 5 исм заман макан суласи мужаррадтан. Жақсы? Суласи мужаррадтан. 5 исм фаил суласи мазидтан. 5 исм мафул суласи мазидтан. Сонда общий 20 мысал болу керек. Мысалға келгеніңізде, құрметті шәкірттер, аяттың бөлігін алып келдіңдер, контекстті түсіну үшін. Одан кейін сол сөздің астын сызыңдар, және де астын белгілі кетіңдер. Бұл не? Мастар ма, фаил ма, мафул ма, қай баптар шыққан? Қай баптың мастары, қай баптың фаилі, қай баптың мафулы, қай баптың несі? Заман маканы. Тамам? Осымен бүгінгі дәрісіміз тамам. Уассалаллаху тағала ала хайри халқи Мұхаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.